Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен PicsArt жайында сөйлескім келіп жатыр. Көптеген сұрақтар келеді. PicsArt программасы платный ма? Почему шаблондар сақталмайды? Шаблонды сақтайық десек, осындай картинка шығып тұрады деп. Шаблонымыз никак сақталмайды деп. Қазір сол жайында мен сіздерге барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Обязательно видеоны до конца қараңыздар. Өйткені ол жерде әртүрлі фишкалар айтылады. Міне менің PicsArt программам. PicsArt деп жазылып тұр астында. Соған кіремін. Қазір пока что удалить етемін. Бұл предложениені удалить тастаймын. Қазір жаңадан жазып алатын боламын. Сізде iPhone болса App Store-ға кіресіз. Міне App Store. Немесе Android болатын болса, жаңағы Play Market-қа кіресіз. Қазір көрсетемін екі жолында. Мен де App Store астында лупаға басып, қазір PicsArt деп жазып аламын. Міне PicsArt жазған кезде міне осындай на английском шығады. Менде анау стрелочкаға басып, өзіме жүктеп аламын. Ал қазір Android-тан да көрсететін боламын. Пока шаблоным жүктелгенше, на жерде iPhone-нан мен сізге қазір басқа телефоннан Android версиясында қалай жүктеп алу жайында көрсетемін. Ал Android версия болса Play Market-қа кіресіз. Play Market-қа кіріп, төбесіне PicsArt деп жазасыз. Міне PicsArt дегенде уже шықты. PicsArt Android-та ең бірінші шыққанды жазып аласыз. Міне Android-дің версиясында қалай PicsArt көрінеді, сол жайында көрсеттім. Ал міне менің уже өзімнің iPhone-дағы PicsArt-ым жүктеліп болды. Астында енді қазір сразу осылай шықты. Не отслеживать деп енді бастым. Сізде не отслеживать дегенді басып қойсаңыз болады, немесе разрешить. Енді астында қараңыздар, создать аккаунт деп тұр, немесе Google жаңағы iPhone арқылы, немесе жаңағы Google арқылы. Егер де сізде Samsung болса, соны через Google аккаунт кірсеңіз болады, немесе создавать. Енді осылай реклама шықты. Кіргеннен кейін X-қа басасыз. Басып, ортасындағы плюсикқа басасыз да разрешить доступ ко всем фото дейсіз. Міне мен өзімнің фотоларым шығыпты на жерде. Осының ішінен қазір бір фотомды таңдап алам. Осыған қазір жазуды жазамыз. Қазір көрсетем, жазуды жазғаннан кейін неге сіздің шаблоныңыз сақталмайды, сол жайында көрсететін болам. Осындай реклама шығып кетсе, жаңағы X-қа басып алып тастаса да болады. Ал бірақ кейбір кезде шаблон сақталмай, сіз аламай қаласыз сол рекламаны. Қазір сол жайында да айтатын боламын. Міне менің өзімнің стикерім, қазір логотип енгіздім. Логотип жайында менде видео бар. Обязательно өзіңізге осындай әдемі логотипті жасап үйрене аласыз сізді. Міне мен логотипім, ол жайында менде видео бар. Обязательно қараңыздар, кімге керек. Енді осыған жазуды жазу керек біз. Текстқа басамыз қазір. Қараңыздар, текстқа басам, мысалы ғашықтар күні деп жазамын. Міне ғашықтар күні деп жазып болғаннан кейін астында шрифттар тұрады. Астында міне коронасы бар шрифттарды көріп тұрсыздар. Мысалы гео деген коронасы жоқ шрифт. Ал мысалы карандаш, авиано деп тұр, міне көрдіңіз бе? Микста, программа, фраг, брак деген шрифттар тұр. Оларды қолдансаңыздар, сіздің шаблоныңыз сақталмайды. Ал Garamond деген шрифтті таңдасаңыз, міне менде жаңа көрсетілгенде ол бесплатно менде тұр. Garamond емес басқа шрифтті таңдап, міне сақтайын десем, осылай болып шығады. Сізде де мысалы басқа шрифтті таңдасаңыздар, осылай болып шығады. Сол үшін сіздерге айтарым, Garamondты таңдасаңыздар, шаблондарыңыз сақталады. Немесе коронасы жоқ шрифтті таңдау керек. Мысалы Garamondта міне корона тұрған жоқ менде, значит ол шаблон менде сақталады. Кремлиді таңдасам қазір, ол шаблон менде сақталмайды. Жаңағыдай фото шығады сізде. Енді қазір цветті басып, астында цветті таңдайтын болам. Текстураны басам, плюсикті таңдайым. Ол плюсик деген мен өзімнің галереямдағы менің жылтыр фонымды тауып аламын. Баяғыда жазып қойғам жылтыр фонды. Міне сол жылтыр фонды таңдап алдым. Енді біздің жазуымыз жылтыр болып жазылды. Обводкасын қара қылам, чтобы анық, әдемі көрініп тұру үшін. Жылтыр түспен қалай жазу жайында менде видео бар. Обязательно көріңіздер. Немесе астына ссылкасын тастап кетем. Комментарийдің астына жылтыр түспен қалай жазу керек, сол жайында менде видео бар. Обязательно қараңыздар. Өйткені сіздер бомбонерка немесе басқа да заттармен айналысатын болсаңыздар, осындай жазуларды жазып үйрену керек.
Міне жаңағы айтқандай коронасы жоқ шрифтті таңдаңыздар. Сонда сіздің шаблоныңыз менікіндей міне төбесіне басып жай сохранить деп басылады. Енді қазір сіздермен давайте стикерға кіріп бір стикерді таңдап алатын боламын. Қазір мысалы 14 февраля. Сіздің шаблоныңыз не үшін сақталмайды? Егер де шрифті дұрыс таңдасаңыздар, коронасы жоқ шрифті таңдасаңыздар, бірақ шрифтің сақталмайды. Өйткені сіздер платный стикерді таңдайсыз. Егер де осындай платный стикерді таңдасаңыз, сіздің шаблоныңыз сақталмайды. Мысалы, қазір көрсетейін. Міне жаңағы бесплатный шаблонды таңдадым. Енді міне коронасы бар шаблондарды көріп тұрсыздар өздері. Егер де менде платный версия болатын болса, но короналар жоқ болушы еді. Менде көріп тұрсыздар бесплатный версия. Міне платный версияның коронасын таңдайын десем, осындай фото шықты жаңағыдай. Сол үшін коронасы жоқ шрифтті таңдаңыздар. Егер де коронасы бар шрифт, коронасы бар стикерді таңдайтын болсаңыздар, сіздің шаблоныңыз сақталмайды. Обязательно сол пунктті надо учитывать. Енді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Осы видео барлықтарыңызға полезно болады деп ойлаймын. Обязательно қараңыздар. Менің каналым ұнаса, подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені мотивация ретінде мен сіздерге көптеген видеолар